үйде отыра алмадым, подъездге шығып кеттім. Маған өте ауыр тиіп жатыр да, просто андай да, кәдімгі киноларда көріп атамыз ғой, мысалы аяқ астынан бірдеңе болып қалады, тойын құрт жібереді дейтін сияқты да. Шын өмірде де сондай болып жатқанына прям таң қалып жатырмын да. Жоқ, не үшін деймін да, не үшін? Уже тойға дейтін міне бір 5 күн қалды ма, 5 күн ба, бір аптама қалды ғой. Неге именно тойға жақындағанда істеп жатсың деймін да. Кім істесе де. Білмеймін енді, не мақсатпен істеп отырсың, мен түсініп жатқан жоқпын да. Бірақ енді елдер қатты сенген жоқ, бірақ кеше таңғы 4-ке дейін ба біз далада жүрдік. Сол әңгімені талқылап та, зачем, например, біз энергиямызды құртып, сол әңгімені талқылап, біз таңға дейін жүруіміз керек біз да сол үшін. Жоқ, айтшы маған, одан не табайын дедің? Біз бір содан ажырасып кетеміз ба? Просто мен жылап отқаным, енді барлықтан жазатсыңдар ғой, жылама, өтіп ақталма, сенің оған жылағаның күшті, қуанады, ол сен жыласаң деп та. Просто маған обидно да, обидно, мен сонша. Енді жалғыз басты аналар түсінетін шығар мені. Сонша кәм жүріп да, қиналып, мысалы, қиналдым ғой, енді 3 баламен, оңай емес тоже да. И енді бақытты болам ба деген кезде өстіп, то экс енем, то мынау, білмеймін кім екенін. Бірақ мен табам, мен мынаның жайына қалдырмаймын. Мынандай болып, менің энергиямды құртқан үшін, менің уақытымды, менің миымды ауыртып, басымды ауыртқан. И так тойдың затымен мен басым ауырып жүр да қазір. По-любому той болғасын уайымдайсың ғой. Еще біздің той анау-мынау той сияқты емес, сценариймен басқаша болып өтейін деп жатыр да. Біздің той енді обычный той сияқты емес, енді кәдімгідей шоу сияқты, қойылым барлығын ойластырып, сөйтіп, анаған затын таппай, мынаған затын таппай, сөйтіп жүрік та. И то келеді да, мынандай әңгіме айтып, біздің тойымыздың ортасына түскенде мен кәдімгідей ішім ашып, соған жылап отырмын да. Так бәрібір деп жүруге болады. Но Елдар кеше түнде подружкам сырып алған ғой енді. Әйтеуір халықтың алдында жүргеннен кейін на всякий деп сырып алды ма, білмеймін ғой, сырып алды да кеше. И біздің арадағы ертеңгі күні жаңағындай Елдар қалай принимать етті ол случайно. Елдар енді спокойно принимать етіп отыр оны, просто маған менен сұрады да, шын ба айтшы деп та, но маған қатты ұқсайды екен, честно, ана қыз. Оны Елдар деген өтіп бір айқай шығарып, ондай болған жоқ, но бір жағынан ана балаға да сенгендей болды да. Балама қыз ба білмеймін ғой, Арман деп тұр, құдай білсін, подписчигі жоқ, вообще 0 суреті жоқ. Но анандай қылып видеоны еще неге бетін жауып жібересің, неге бетін ашып қоймайсың, мен соны түсінбедім. Но енді ұқсайды екен ана қыз маған, бірақ анау мен емеспін да. И мен емес екенімді түсіндіріп айтып сөйтіп жүргенде уже таңғы 4 болды да. 4-те біз үйге келдік түнде. И таңертең мен 7:30-да тұрдым да. Вообще дұрыс ұйқы жоқ, қазір менің тойға шаруам жетіп жатыр. Соған мен үшін күйіп жылап отырмын да, мысалы айтқанда. 네가 여기 나왔지. 오늘 먹거든요. 그래? 지금 학교 안 나왔어? 완전 났어요, 막 한다는 거. 지금 말만 하면 무슨 나이지? 지금 말만 하면 안 가죠? 그다이 나 그냥 나. 그래서 그냥 그런 거 안 하죠. Sözüne min nasıl olsa kalkıp Arman değil. Arman yok. Son burası. Onu şimdi bu bahsediyorum. Bazı жырдың ба дейсіз маған. Жігітпен жүрсем айтамын да жүрдім деп, әлі отношение болған жоқ менде.
күшті түркен ауызды. Basına da yazdım. Ne oldu? Böyle geçeceğim. Bağımız. Restoran. Olmadı. екеуі отырған жерінде тамақ кетеді ол. Әкетесің. Тойдың боларынан болат сығыздық деп, сол тойдың шаруаларымен жүр. Қалайсыңдар? Всем привет, достар. Көңіл-күйлерің қалай? Мен сіздермен бір отырып, сөйлесіп, әңгіме айтатындай болып жүрген жоқпын. Бір күні әңгіме айтып берермін, күшті әңгімелері болса, отырып сіздермен разговорный әңгіме болмай жатыр да. Тек қайда жүрміз, соның бәрін отчет беріп, сіздерге айтып көрсетіп отқанымыз болмаса. Сонда да бізді қолдап, қарап жүргендеріңізге барлықтарыңызға рахмет. Сол біз күшті шаруаларымызбен шықтық. Мәңгі сен де қалып жасыл киіммен қасымда кім отыр деп. Сәлем. Сонда жүрегім бар, майым бар. Үшім. Сол. Екеуі уже шаршағанский тойдың шаруасынан. Сол күндерің сәтті өтсін.